ұлттық ұлан ән-би ансамблінің ерлер хоры. Біз оны көзбен көріп, қолмен ұстамасақ та жүрекпен анық сезінеміз. Ол батырдың ұранында, сәбидің құлағында, ананың әлдейінде, әкенің тұмарында өшпестей етіп жазылған. Ол ұлттық кодымызбен елдік рухымыздың асқақ үні, патриоттық әндер. Бүгінгі бағдарлама осы тақырыпқа арналады. Қайырлы кеш, Қазақстан! Ұлттық ұлан ән-би ансамблінің ерлер хоры бүгін біздің студиямызда қонақта. Қош келдіңіздер. Отан қорғаушылар күні құтты болсын. Қош көрдік. Бірінші кезекте баршаңызға. Берекелі көңіл-күй сезіле ме, бәрі жақсы ма? Иә, керемет. Тамаша. Және 10 жылдықтарыңызбен шын жүректен құттықтаймын. Енді 10 жылға жоспар қандай деген сұрақтан бастаған орынды болар. Рахмет. Расында, биыл біздің ұлттық ұлан ерлер хорының 10 жылдық мерейтойы. Осы өзіміздің мерейтойымызға арнап біз үлкен Қазақстанда жалпы бұрын соңды хор өнерінде болмаған деп айтсайықшы, бір шоу мәнерінде өзіміздің үлкен жеке концертімізді дайындап жатырмыз. Ол концертті алдымен осы өзіміздің Астанада қоямыз. Содан кейін дәл сол концертпен бүкіл Қазақстанның ауыл аймақтарын, қалаларын аралап, үлкен турға шығамыз деп жоспарлап отырмыз. Тамаша, керемет. Енді осы ретте 10 жылдығын атап өтіп жатқан ұлттық ұлан ән-би ансамбль ерлер хорының құрамымен таныстырайық. Аға лейтенант кешеден бері, және хордың көркемдік жетекшісі Алтынбеков Бауыржан Ержанұлы. Қошеметтеріңіз. Және солисттер деп айтқан дұрыс болады. Хор артистері Арстанов Рустам Нұрболатұлы, Хасан Нұрбек Сағадатұлы, Абдулмарат Айбек Айтмұхамбетұлы. Оңыстан жақта отыр. Көрермен арасында отыр. Қош келдіңіз. Нетесов Александр Владимирович, Сыдықов Тілек Әмірұлы, Аманғадиев Руслан Нұрланұлы, Сейтахметов Ахмет Сексенбайұлы. Зал арасында отыр. Көрермен арасында отыр. Тұрысбеков Думан Жорабекұлы, Өскенбай Әбдіхамид Исаұлы, және Шагеров Әділ Болатұлы. Бауыржан мырза, бұл толық құрам ба? Иә. Негізінен. Дәл қазір біздің құрамында 11 адам. Енді бүгінгі тақырыбымыз патриоттық әндер болып тұр. Сондықтан да әскери қызметкерлердің өмірінде патриоттық әндердің алар орны қандай? Біз енді әскери хорымыз, ұлттық ұланның ерлер хорымыз. Демек, біздің басты негізгі мақсатымыз ол осы ұлттық ұланның қарамағындағы әскери қызметшілер, оның ішінде офицерлер бар, және отан алдында қызмет етіп жүрген, өзінің борыштарын өтеп жүрген сарбаздарымыз бар. Біздің басты мақсатымыз сол әскери қызметшілерге осы өзіміздің патриоттық әндерімізбен сол әскери қызметшілердің жаңағы рухтарын ояту, оларға жаңағы мотивация беру, күш-жігер сыйлау. Сол үшін патриоттық әндер ол біздің басты репертуарымыз деп айтсақ та қателеспейміз. Тамаша, ойыңыз керемет. Біздің бір мақсат, қазір енді көп адамдар әскерден, жастар әскерге барғысы келмейді. Сондықтан жаңағы біз өзіміздің тікелей жұмысымыз деп өзім санаймын, жастарды әскерге қаратай былай қарасақ баулу. Тамаша, керемет жауап. Бір игі істі атқарып жатсыздар осы ретте. Енді қымбатты көрермен, ерлер хоры. Жаңа айтып өткендей, әлеуметтік желіде өте танымал, өздеріңіз көріп жүрген боларсыздар. Енді формасына қарап, киіміне, атауына қарап, тек қана патриоттық әндер, әскери әндер деп ойлап қалуыңыз мүмкін. Бірақ бұл жігіттердің таланты соншалық кез келген әнді шырқап бере алады сіздерге. Әртүрлі репертуарда әртүрлі әндер жеткілікті. Соның бір дәлелі кеше ғана Ресейде өткен байқауда мүлдем басқа бағыттап өнер көрсетті. Бір видеосын көріп алайық қазір осы. Every step that I take is another mistake to you. I've become so numb, I can feel you there. Become so dry, so much more aware. I'm becoming this. Шіркін, керемет. Қазылар алқасын орнынан тұрғыздыңыздар. Осы жоба туралы айтайық, алдымен шақыру, қалай алдыңыздар, қалай қатыстыңыздар? Енді жалпы бұл жобаға біз өткен жылы 2 маусымда бару керек болатынбыз. Белгілі себептермен өткен жылы жолымыз түскен жоқ. Мәскеуге
есесіне осы жылы 3 маусымына қатыстық. Бұл енді тмд елдеріне жалпы қазір рейтинг бойынша өте жоғары дәрежеде тұратын шоулардың бірі. Ну-ка все вместе хором деп аталады. Көріп отырса жаңа экраннан бір емес, 10 емес, 100 эксперт деп айтады. Оларда 100 қазылар алқасы отырады жаңа стенада. 100 сарапшы болу. 100 сарапшы. Олардың жай адам жоқ ана арасында. Өңшең жаңа өзінің саласы бойынша, өзінің мамандығы бойынша мен деген жаңағы мастерлар отырып жүрді. Енді сондай жүздіктің алдына шығып, біз тек қана жаңағы ұлттық ұланның ғана емес, бүтін бір Қазақстанның туын көкке желбірету деген ол біз үшін де 2 есе 3 есе жауапкершілік талап етті. Біз енді қолымыздан келгенше аянып қалған жоқпыз. Рок стилдегі әнді жаңағыдай өзіміздің қазақтың қара домбырасын қосып, шаң қобыз, қыл қобыз, ішінде кейбір жерлерінде жаңағы көмей, горловой пение деп айтады орысша айтқанда. Барлығын өзіміздің қазақтың мықты жаңағы жанрларын қосып, рокты алып шықтық жаңа үлкен сахнада. Ол енді 100 адамның 90-ы тұрып бізді қолдап өздерінің дауысын берді. Ол 90 деген ол өте жоғары көрсеткіштердің бірі. Тамаша. Көмейге салатын жігіттер кім? Бізде енді қазақ болғаннан кейін біз талантты қазақтың жігіттері. Біздің Нұрбек деген солистіміз, қызығушылығы бар шамалы. Келдіріп бере аласыз ба шамалы? Көрейікші расымен. Қазақстан ұлттық арнасы, қайырлы кеш. Тамаша. Енді осы ретте расымен де жігіттер өте талант шеттерінен. Бірнеше аспаптарда ойнайды, осындай шоулар болсын, байқаулар болсын, қатысып жүреді және репертуардағы әндер бірнеше тілдерде негізінен. Александр, осы ретте айтып өтіңіз. Неше тілде ән шырқайсыздар және қандай тілдерде? Біздің репертуарымызда 200-ден астам ән бар. Олар өтірік айтпасам 15 тілде. Әрине орысша, қазақша, ағылшынша, итальянша, немісше, түркше, өзбекше, татарша әрине. Өзге жанрда, бәлкім өзге тілде болсын, бір шетелдік әнді акапелла күйінде табыр орындап бере аласыздар ма? Қазір ма? Иә. Әрине. Una mattina mi son svegliato, oh bella ciao, 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 ciao. Una mattina mi son svegliato e ho trovato l'invasor. Oh bella ciao, oh bella ciao, oh bella morto libertà. Oh bella ciao, oh bella ciao, oh bella morto libertà. Hey! Ciao! Мәссаған, браво! Негізі тақырыптан ауытқан жоқпыз, бұл да италиялық партизандардың патриоттық әні, қымбатты көрермен. Сондықтан да жігіттер, көп рахмет, уақыт бөліп келгендеріңізге. Алғыс білдіреміз, отан қорғаушылар күні құтты болсын. Енді тағы бір патриоттық әнмен сұхбатымызды тәмамдайық. Ұлттық ұлан ән би ансамблінің ерлер хоры. Қошеметтеріңіз.